Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаменті менен мәдениет саласы меморандумға қол қойған екен. Осы меморандумның негізінде біздің мына Торайғыров атындағы кітапханада орталық ашылыпты, Парасат жолы. Осы Парасат жолының қатысты зиялы қауым өкілдері негізінен алдағы уақытта, қай уақытта болсын мына сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті насихаттап қана қоймай, өздері де сол жұмыстың негізінде болып жатқан сондай бір уақиғаларды ашып айтуға міндетті деп ойлаймын. Осы Парасат жолының үлкен бір жоспарлы жұмысының негізі осы бір қоғамда орын алып отырған сондай бір жемқорлықты жариялау, яғни жемқорлықты көрсету, енді сонымен күрес жөнінде насихаттау, соны біз алдағы уақытта одан әрі жүзеге асырамыз деп ойлаймын. Жалпы зиялы қауым өкілдері осы салада өздерінің белсенділігін көрсетеді деп есептеймін.